Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 79-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы табиғатты қорғаймын, септік жалғауының емлесі. Бүгінгі сабақта біз мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтарды құрастырамыз және септік жалғауларының қалай жазылатынын білетін боламыз. Енді балалар 74-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді тыңда дейді. Адамды табиғаттан, табиғатты адамнан бөліп қарауға болмайды. Табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлары мен өсімдіктері адам үшін тіршілік етудің басты көзі болып табылады. Сондықтан табиғатты туған анаңдай көріп, туған ұлыңдай қорғауың қажет. Оған бабаңдай табынуың керек. Егер сендер ағаштарды аяусыз сындырып, гүлдерді жұлып, құстардың ұясын бұзып, жазықсыз жәндіктерді өлтіріп, ағып жатқан суға қоқыс қалдықтарын тастасаңдар, табиғат анамыз тарығады. Мұндай жағымсыз қылықтардан аулақ болайық балалар. Енді осы мәтін бойынша берілген тапсырмаларды ары қарай орындайық. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр дейді. Үлгі берілген соны оқып көрейік. Егер табиғатты қорғамаса, қандай апатты жағдай болуы мүмкін? Енді өзіміз құрастырайық. Егер апатты жағдайлар болса, адамзатқа зияны қандай? Адамзат баласы табиғатсыз өмір сүре ала ма? Егер ағаш бұтақтарын кессе, ағаштардың жағдайы қандай болмақ? Келесі бізде 75-ші жаттығу. Жұмбақты оқып жатқа айт, шешуін тап делінген. Екі ішек бар далада, ауылды жалғар қалаға. Қаланы жалғар ауылға, екі ішекпен зулай дел, жауында да, дауылда. Бұл жұмбақтың жауабы балалар бізде пойыз, немесе рельс десек те болады. Енді жұмбақ бойынша зат есімдерді тауып, қай септікте тұрғанын айт делінген. Біз білеміз, зат есімдер кім не деген сұраққа жауап беріп, заттың атауын білдіреді. Енді ішек деген сөз бұл не деген сұраққа жауап береді, зат есім атау септігінде тұрған. Далада бұл жатыс септігінде тұр, қайда? Ауылды табыс септігі, нені? Қалаға қайда? Барыс септігі. Қаланы нені? Табыс септігі. Ауылға қайда? Барыс септігі. Ішекпен немен? Көмектес септігі. Жауында неде болады? Жатыс септігі. Және дауылда бұл да жатыс септігі болады. Енді 76-ші жаттығу. Берілген зат есімдерді екі түрлі септікке қойып, жақшадағы сөзбен тіркестіріп жаз. Гүлнұр бару, жіп байлау, қол жуу, ән айту. Үлгі бойынша жіпті байлау, жіппен байлау. Сонда бізде Гүлнұрмен бару, Гүлнұрға бару, жіпті байлау, жіппен байлау, қолды жуу, қолмен жуу, әнді айту, әнмен айту. Осылай болады балалар. 76-ші тапсырманы осылай орындаймыз. 77-ші жаттығуға қарайық балалар. Мәтелді оқып, жатқа жаз делінген. Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті. Көмектес септігіндегі сөздердің жалғауына назар аудар, мәтелдің мағынасын түсіндір дейді. Енді көмектес септігіндегі сөздер балалар бұл жерде жасымен, тасымен. Ал енді мәтелдің мағынасы әр заттың өз көркі бар делінген, яғни ел жасымен дегеніміз елдігіміз ұзақ болсын дегені. Ал тау тасымен дегеніміз тассыз тау жоқ. Таста тау көркісінің бір белгісі деген сөз. Келесі 78-ші жаттығуға қарайық. Төмендегі сөздердің тиістісін қойып, өлеңді қалпына келтір делінген. Яғни бізге өлең жолдары берілген, бос орындар қалдырылып, астындағы жапырақтардан қарап, соны орнына қояйық. Өз отаным маған күн, мен басқаны ұқпаймын. Әкем менен анамның айтқанынан шықпаймын. Тапсырма осылай орындалады балалар. 79-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Енді көп нүктенің орнына ары қарай өзіміз жалғастырайық. Табиғатты адамнан бөліп қарауға болмайды. Суға қоқыс тастама, құстардың ұясын бұзба. Бұл оқиғаны журналдан оқыдым. 80-ші жаттығуда табиғатты қорғайық нұсқаулығын толықтыр дейді. Бізге екі үлгі берілген: ағашты кеспе және гүлді жұлма деп. Ары қарай соны жалғастырайық. Жерге қоқыс тастама, суды ластама, құстардың ұясын бұзба, табиғатқа зиян келтірме. Балалар, бүгінгі осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басыңыздар. Менің каналымнан 4-ші сынып математика, 4-ші сынып қазақ тілі және 3-ші сынып математика пәндерінің тапсырмаларын көріп, бірге орындай аласыздар. Сау болыңыздар.